Баршаңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сабақ бастамас бұрын менің YouTube каналыма кіріп, тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар Instagram жеке парақшама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Рахмет. Оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am your teacher Nicole. Today we are going to learn our first lesson. So first lesson is about greetings. So there are 4 sections for each lesson. First one is vocabulary, and second one is phrases. Third one is sentences, and the last part is your homework. So let's start from the very beginning. So first part is vocabulary. Бізде әрбір сабақтарда ағылшында 4 бөліктен тұрады. Біріншісі жаңа сөздер, екіншісі жаңағы сөз тіркестер, содан кейін сөйлемдер болады. Және соңғысы сіздердің үй тапсырма. Онда бастайық. Біздің біріншісі vocabulary, new words деп те айтамыз, жаңа сөздер. Ал осы сабақта біз 10 жаңа сөз үйренеміз. Біріншісінен бастайық. Мына экранда көрсетіп тұрғандай, ағылшын тілінде жаңағы 2 бөліктен тұрады. Біріншісі жазылуы, екіншісі оқылуы, ал үшіншісі бізде мағынасы деп тұр. Сонда біріншісін мұқият қарап отырыңыздар, ол жаңа жазылуы, ортасындағы оқылуы. Оқылуын оқыған кезде you болады. Егер де мына дыбыстың ортасында 2 нүкте болып тұр соңында, егер осы болған жағдайда біз кішкене созыңқы оқимыз. Мысалы, you болу керек. You деген кішкене созылып оқылу керек. Бұл жерде you-дің мағынасы ағылшын тілінде негізі 4 мағынаны білдіреді. Негізгі мағынасы сен, болмаса сіз. Және бұның екінші мағынасы көпше тұр. Көпше тұр, plural form. Сонда сіздер, болмаса сендер. Сонда 4 мағына. Бұны мұқият жаттап алыңыздар. Ал келесі сөз бізде I деп оқылады. Бұл дыбыстың артынан нүкте жоқ. Бұны жай ғана I деп оқи саламыз. Жазылуы сол жақтағы көрсетіп тұрғандай. Бұл жерде I деген сөз жаңағы мен деген мағынаны білдірген кезде, бұл жаңағы сөздің басында болсын, сөздің ортасында болсын, болмаса сөздің соңында болсын, ол әрқашанда мен деген мағынаны білдірген кезде үлкен әріппен жазылады. Үлкен әріппен жазылады. I. Екіншісі оқылуы, бұның мағынасы мен. Ал үшінші сөздің оқылуы he. Артында 2 нүктесі бар, сондықтан міндет түрде созыңқы оқимыз. He-дің мағынасы ол. Бұл he деген ол және ерлерге арналған ол. Ерлерге келгенде he деп айтамыз. Және келесі сөз бізде she. Мына f-ға ұқсап тұрған дыбысты біз sh деген дыбыспен шығарамыз. She. Бұның артына 2 нүкте бар, сондықтан міндетті түрде бұны да созыңқы оқимыз. She болу керек. Бұның мағынасы да ол. Бұл әйел адамдарға келеді. Келесі сөз бізде көпше тұр бұл. Біз, олар, болмаса сендер деген мағына. Мысалы, біріншісі we деп тұрған, оны қалай оқимыз? We деген біз деген мағынаны білдіреді. Келесі they деген сөз олар деген мағынаны білдіреді. Олар дегенде ол ер адам олар болсын, болмаса әйел адам олар болсын, бәрінде they болады. Ал үшіншісі you. Бұл жерде сендер көпше түрінде тұр. Міндетті түрде жаттап алыңыздар. Ал келесі сөз, бұл жерде де 3 сөз тұр. Бірінші сөз қалай оқылады? Көп адам негізі білу керек. Good. It's very good. Ал бұл жақшада тұрған, бұлда екеуі де жақсы деген мағынаны білдіреді. Бірақ жақшада тұрған 2 сөз, бұл көбінесе денсаулық жақсы дегенге келеді. Мысалы, how are you деген сөз бар. Жағдайыңыз қалай? Өте жақсы, денсаулығым жақсы деген кезде көбінесе very well, болмаса fine деп жауап береміз. Бұл жерде well мен fine денсаулық жақсы дегенге көбірек келеді. Ал жалпы жақсы деген сөздің мағынасы ағылшын тілінде good. Келесі сөз very. Мына very деген сөздің алдына қарап отырыңыздар. Бұл сызықшадан кейін бір үтір сияқты белгі тұр. Бұл үтір белгі деген сөз, оны кішкене батырыңқырап оқимыз. Сондықтан, мысалы, very ударение жаңағы бірінші буынға түседі деген сөз. Бірінші буынға түсіп отыр. Very. Бұның мағынасы өте. Мысалы, өте жақсы, very good. Мысалы, денсаулық өте жақсы, very well. Ал келесі сөз, бұл өте маңызды. Бұл жерде үшеу тұр. Am, is, are деген негізі ағылшын тілінде жаңа мағына білдірмейді. Бірақ та
ол жаңағы қазақ тілдерімен ұқсамайтын жері, мысалы қазақ тілінде мен тұнық, мен оқушы, мен мұғалім деп айта саламыз. Мысалы мен және зат есімді қосқан кезде ортасына мысалы ештеме қоспай-ақ ол бір сөйлем бола береді. Бірақ та ағылшын тілінде мысалы мен мұғаліммін, мен оқушымын деп айтқан кезде міндетті түрде am is are керек. Мен міндетті түрде айтамын I am a student. Мен бір оқушымын деп айтқан кезде, егер де I student деп айтсам, бұл сөйлем қате сөйлем болады. Сондықтан міндетті түрде мұқият жаттап алыңыздар. Am is are деген ол ағылшын тілінде жаңағы зат есімдермен, сын есімдермен бірге жүреді әрқашанда. Am кіммен жүреді? I мен жүреді. Is he мен жүреді. Are you мен жүреді, болмаса көпше түрмен жүреді. Ал келесі сөз, ол екі сөз тұр. Бұл жерде бірінші сөздің оқылуы to, екі нүкте бар, сондықтан міндетті түрде созыңқы оқимыз. To. Ал екіншісі also. Also, бұл жерде ударение біріншісіне келіп отыр. Бұның мағынасы екеуде менде, сенде, сонымен қатар деген сияқты мағынаны білдіреді. Де, менде, сенде солайсың деген сияқты. Ал келесі сөз, бұл рахмет деген мағынаны білдіреді. Бұл екі түрлі формасы бар. Болмаса жай айта саламыз. Thanks. Болмаса thank you. На thanks болмаса thank you деген сөздердің дыбыстарын мұқият қарап отырыңыздар. Бұл жердегі TH дегеннің дыбысталуы мына С бір нөл ортасында сызықша бар. Бұл дыбысты қалай шығарамыз? Тілімізді екі қатар тісіміздің арасына қоямыз да сыртқа қарай С деген дыбысты береміз, сонда бұл деген дыбысты береді. Өте жеңіл. Мына жерде thanks болмаса thank you. Сонда ғана ағылшын тілдеріңіз жақсы естіледі. Міндетті түрде көп практика жасаңыздар. Ал келесі үйренетініміз second section. Екінші бөлігі бізде сөздер болмаса және сөз тіркестер бар, Мысалы, бірінші сөз жаңа біз айтып кеттік, we деген сөз бар. We деген сөз ағылшын тілінде біз деген мағынаны білдіреді. Жаңа айтып кеттік. Келесі сөз жеке-жеке айтқан кезде you деген сендер деген мағынаны білдіреді. Ал келесі they деген сөз олар, олар ерлерге де келе береді, әйел адамдарға да келе береді. Келесі де they, олар. Ал мен бұл жердегі жай ғана мен емес, жаңағы мен бір оқушымын, мен бір мұғаліммін деп айтқан кезде міндетті түрде I am. Мысалы, мен Nicole'мын, болмаса мен тұнықпын деп айтқан кезде I am тұнық, болмаса I am Nicole. Егер I Nicole, I тұнық десеңіз, бұл сөйлеміңіз қате сөйлем болады. Сондықтан міндетті түрде мұқият біліп алыңыздар. Егер де артына зат есім қоспақшы болсаңыздар, міндетті түрде I am деп қолданасыздар. Ал келесі ол саған келген кезде are болады, you are болады бұл жерде. Ал келесі ер адам he'ға келгенде he is. Мысалы, ол бір студент, he is a student. Ал келесі сөз she is. Бұл қызға қаратылған she деген сөз. Ал келесі біз, бәлкім біз оқушылармыз, we are students. Мысалы, Ал келесі олар студенттер, they are students. Ал енді жаңа үйренген сөздеріміз бір қайталап шығайық. Мына экранға қарап отырыңыздар. Мына жерде бір таблица тұр. Сол жақтағы бірінші сөз we. Артымнан міндетті түрде қайталап отырыңыздар және дыбыстарыңызды шығарып қайталаңыздар. Сонда ғана жақсы естіледі. Таблицаға қараңыздар. Мына таблицада сол жағында ағылшын тілі, оң жағында қазақша аудармасы. Бұл жерде тек қана ағылшын тіл сөзіне қарап оқимыз. Әрбір сөзді 3 рет оқимын. Сіздер міндетті түрде артынан қайталап оқыңыздар. Қайталағанда міндетті түрде дыбыстарыңызды шығарыңыздар. Міндетті түрде. Өйткені өздеріңіздің жаңағы оқығанды өздеріңіз естіген кезде не дұрыс оқып жатырсыз, не дұрыс емес оқып отырсыз, сол жерде білетін боласыз. Міндетті түрде қайталағанда дыбыстап қайталаңыз. Бірінші сөз бізді қалай айтамыз ағылшын тілінде? We. Ал сендер деген сөзді you болады. Ал олар деген сөз they. Ал әйел оларда бірде they. Ал мен пәленбаймын, болмаса мен қалаймын дегенде I am. Ал сен дегенде you are. Ол дегенде ол балаға келгенде he is. Қыз балаға келгенде she is. Бізге келгенде we are. Оларға келгенде they are. Мынаны қарап отырсаңыздар, міне бірінші жақ жекеше түрінде
I am. Ал екінші жақ болсын, екінші жақ жекеше түрінде, болмаса екінші жақ көпше түрінде де you are болып тұр. Келесі, бұл ер адамдарға қаратылған he is. Ал үшінші жақ жекеше тұр, әйел адамдарға қаратылғанда she is болады. Және біз болған кезде бұл жерде көпше түрінде. Көпше түрінде міндетті түрде are-ды қолданамыз. We are. Соңы they are болады. Ал келесі бөлігіне өттік, бұл сөйлемдер, sentences. Мысалы, бірінші сөйлем, сәлем деген сөзді ағылшын тілінде hello, hi, көбінесе hello, hi. Ал бұл hello, hi деген көбінесе жаңағы өте жақын танысыңыз. Болмаса жаңағы класстастарыңыз, өзіңіздің үй ішіңіздегі өте жақын адамдарға біз hello деп айтамыз. Ал өзімізден үлкен адамдарға біз көбінесе формалный басқа түрі амандасамыз. Оны мен инстаграмда бөлісетін боламын. Бірақ мына сабақта бүгін үйренетініміз hello. Бұл өте жиі кездесетін сөз. Hello, сәлем. Hello деген сөзге қалай жауап бересіздер? Оғанда hello десіздер. Hello. Ал келесі сөз қалайсың? Қалайсың деген сөз how are you? How are you? How are you? Жағдайыңыз қалай? How are you? Ал келесі менде жақсы дегенде I am fine. Мына fine деген сөз жаңа айтқан жақсы деген сөз көбінесе қал жағдайını сұраған кезде fine деп жауап береміз. Көп жағдайда am fine. Келесі сенші деп сұрауымыз мүмкін. Сенші, ал сенің жағдайың қалай болғанда and you сенші деген. Және бұл сенші деген тек қана жағдайға келмейді, любой ситуацияға келеді. Мысалы мен мороженое жегенді жақсы көремін, сенші. Мен мысалы Америкаға барғым келеді, сенші деген сияқты сөздер. Келесі менде өте жақсымын деген айтқан кезде I am fine too. Алдыңғы жарты бөлігі өзгермейді. Бәрі I am fine болады. Тек бір өтір қоясызда соңына to деген сөзді қоса салсаңыз болды. Am fine too. Менде де өте жақсы. Ал келесі сөз рахмет деген сөз ағылшын тілінде екі түрі айтылады. Мысалы жиі кездесетін түрі thank you. Келесі thanks. Thank you дағы thank'ның артына s қоссаңыз болды. Ол жекеде рахмет деген мағынаны білдіреді. Thanks. Болмаса thank you. Келесі сөз оқасы жоқ деген you are welcome. Ал сау бол, бұл өте жиі кездеседі, бәріміз білеміз. Bye bye. Болмаса bye. Болмаса жақшадағыдай see you деген қазақшалап айтқан кезде кездескенше. Кездескенше see you. Ал see you-дің артына жаңа тура кездесетін күніңізді қойсаңыз болады. Келесі аптада кездескенше, ертең кездескенше, мысалы see you tomorrow, see you next Monday деген сияқты өзіңіз қоса бересіз. Ал мен кіммін деп өзіңізді таныстырған кезде міндетті түрде I am, сосын өзіңіздің атыңызды қоясыз бәлкім. I am Nicole. Мысалы мен Nicole'мын. Мысалы және біреу сұрауы мүмкін, үшінші жақтағы бір адамды сұрауы мүмкін. Ол танитын, оның жағдайы қалай деп. Ол кезде оның жағдайы өте жақсы деп айтқан кезде he is very well. Мен не үшін бұл жерде бұл сөзді қойып отырмын? Өйткені менің өзімнің сабақ беру тәжірибем бойынша көп оқушылар тек қана сенің жағдайың қалай дегенді айта алады, бірақ үшінші жақ сенің маманың жағдайы қалай, болмаса сенің ағаның жағдайы қалай деп сұраған кезде көп жағдайда қателіктер болып жатады. Сондықтан әртүрлі ситуация болады өмірде. Сондықтан тек қана ең оңай түрін үйренбей, әртүрлі адамдарға салып үйрену керек. Бұл жерде he болған кезде he is very well. Кейбір оқушылар am fine дегенді ғана жаттап алған, бірақ басқа сөздерді құрастыруды білмейді. Сондықтан міндетті түрде осы бастан әртүрлі бастауышпен қалай айтылады соны жаттауларыңыз керек. Жаңа басында айттық, he мен is жүреді, сондықтан жерде міндетті түрде is болу керек. He is very well. Ал ең соңғысы сіздердің үй тапсырмаларыңыз болады. Үй тапсырмада жаңағы сөздерді аударыңыз. Бірінші бөлігі сөздерді аударыңыз. Мысалы бірінші сөз міне 5 сөз тұр, бұл 5 сөзді қазақ тіліне аударасыздар. Және міндетті түрде аударып тапсырманы Instagram жеке парақшама
комментарий арқылы тапсырасыздар. Ал келесі төмендегі сөздермен сөйлем құрастырасыздар. Мына жерде 5 сөз тұр, бәрінен сөз құрастырасыздар. Кем дегенде бір сөйлем болу керек. Бұны да үй тапсырма ретінде Инстаграмда комментарийға тапсырасыздар. Енді жаңғы басынан бастап үйренген сөздерді бір қайталап шығамыз. Міндетті түрде артынан қайталап оқыңыз. Көп оқыңыз. Практика деген сол. Көп оқу арқылы жаңғы тіліңізді ағылшын тіліне үйретесіз. Міндетті түрде қайталаңыздар. Үй тапсырма. You. I. He. She. We. They. You. Good. Well. Fine. Very. Am. Is. Are. To. Also. Thanks. Thank you. I am. You are. He is. She is. We are. They are. Hello. How are you? I am fine. And you? I am fine too. I am fine too. Thanks. Thank you.
Thank you. Thank you. You are welcome. You are welcome. You are welcome. Bye bye. Bye bye. Bye bye. See you. See you. See you. I am Nicole. I am Nicole. I am Nicole. He is very well. He is very well. He is very well. Ал осы экранда көрсетіп тұрған осы сабаққа байланысты диалог. Міндет түрде бірге қайталап оқыңыздар. Бұның ішінде екі кейіпкер, біреу Nicole, екіншісі Lucy. Бірге қайталап оқыңыздар. Hello. Hello. How are you? I am fine. Thank you. And you? I am fine too. How is your mother? She is also very well. How is Yerjan's father? He is fine. Thanks. You are welcome. Bye. Bye-bye. Осы диалогты міндет түрде үйге барып қайталап оқыңыздар. Және үй тапсырмаға қосымша осы диалогты қазақ тіліне аударасыздар. Жақсы, онда сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламат болыңыздар.